8 сынып, дүниежүзі тарихы, Алдабек Мақашева Байзақова. Алматы мектеп, 2018. Батыстағы өнеркәсіп төңкерісі және оның әлемді өзгертудегі ықпалы. Жаңа заман дәуірі туралы түсінік және оның ерекшеліктері. Дүниежүзі тарихындағы жаңа заман ұғымы Еуропадағы тарихи философиялық ойдың дамыған, қайта өрлеу ренессанс кезеңде пайда болды. Жаңа заман қазіргі өркениет әлемін қалыптастырған адамзат тарихының орта ғасырлардан кейінгі дәуірін бейнелейтін шартты тарихи түсінік. Жаңа заман тарихы 16-19 ғасырлар аралығын, яғни ұлы географиялық ашылулар заманынан бастау алып, 20 ғасырдың басындағы бірінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі кезеңді қамтиды. Жаңа заманды екі кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезең шартты түрде 17 ғасырдағы ағылшын буржуазиялық революциясынан басталып, 18 ғасырдың соңғы ширегіне дейінгі кезеңді қамтиды. Екінші кезеңі 18 ғасырдың соңындағы француз революциясынан кейінгі индустриалды қоғамға өту кезеңінен 20 ғасырдың басына дейінгі уақытқа созылды. Жаңа заман дәуірі адамзат өмірінің әлеуметтік, экономикалық, саяси және мәдени салаларына терең өзгерістер әкелген уақыт деп саналады. Жаңа заман кезеңі батыс және шығыс елдері үшін ортақ тарихи кезең болғанымен, басталуы мен аяқталуы әртүрлі өзіндік тарихи кезеңдерді қамтиды. Мысалы, батыс елдері жаңа заманда капиталистік қатынастарды дамытып, адамзат дамуының өрлеу кезеңін бастан кешірсе, ал шығыс елдері керісінше ұлы географиялық ашылулар мен батыс державаларының отаршылдық әрекеттерінің нәтижесінде ұзаққа созылған феодалдық қоғамның дағдарысты кезеңіне тап болды. Дегенмен адамзат тарихындағы капиталистік дәуір деп те аталатын кезеңді батыс елдерімен қатар шығыс елдері де бастан өткерді. Батыс отарлаушы елдер, ал шығыс отаршылдыққа түскен елдер ретінде капиталистік қатынастар аясында өмір сүруге мәжбүр болды. Неліктен жаңа заманның басталуы мен аяқталуы батыс елдері мен шығыс елдерінде әртүрлі? Жаңа заманның алғашқы сатысында Еуропа елдерінің көпшілігінде біртұтас орталық маңайына топтасқан ұлттық мемлекеттер қалыптасты. Мемлекетті басқарушы жоғарғы билік түрлері өзгерді. Осы кезеңде абсолюттік монархиялардың күшейген, гүлденген және күйреген үрдісін көруге болатын еді. Қоғамдық дамудың жаңа сатысы капиталистік қатынастарда алғаш рет батыста пайда болып дами бастады. Ал бұл заманның екінші кезеңінде барынша дамыған елдерде парламенттік демократия қалыптасты. Абсолютизм, шексіз монархия, жоғарғы билік тек бір адамның, монархтың қолында шоғырланатын басқару түрі. Парламент сайланатын ең жоғары өкілетті заң шығарушы орган. Жаңа дәуірде халықаралық қатынастардың жалпы еуропалық, ал кейінірек бүкіл дүниежүзілік жүйесі орныға бастады. Әлеуметтік экономикалық саладағы маңызды үрдіс капиталистік қатынастардың пайда болып дамуы еді. Қоғам өзінің өнеркәсіп төңкерісінен кейінгі индустриалды даму сатысына аяқ басты. Батыстық қоғамда адамзаттық құндылықтың ең маңыздысы жекеменшік құқығы, жеке адамның бостандығы болып саналады. Ойлан, батыс елдерінде жаңа заманға тән қандай өзгерістер жүрді? Шығыстың тарихи кеңістігі, ежелгі Мысыр, Қос өзен, ежелгі Үндістан, ежелгі Қытай сияқты ұлы өркениеттердің мұрагерлері мекендеген Азия мен Африканың халқы өмір сүріп отырған әлемі. Ежелгі өркениеттер Ніл, Тигр, Ефрат, Ганг, Хуанхэ және Янцзы өзендерінің алаптарында пайда болып дамыды. Адамзаттың ұлы жетістіктері жазу, сызу, өнер, жер суландыру ең алғаш шығыста пайда болды. Мемлекет тұңғыш рет шығыста дүниеге келді. Батыс әлемі негізінен христиандық Еуропамен шектелсе, ал шығыс әлемі ислам, буддизм, индуизм, конфуцийлік, даосизм, синтоизм және тағы да басқа шығыстық діндер әлемін қамтыған орасан зор аумақты алып жатты. Осы кезеңде аграрлық өркениет біртіндеп индустриялық өркениетке ауыса бастады. Аграрлық өркениет мыңдаған жылдар бойы жер шарының әр түкпірінде Еуропа мен Америкада, Африка мен Азияда өркендеп дамыды. Ал индустриялық өркениет алғаш рет Еуропада дами бастады. 17-18 ғасырлар батыс Еуропаның индустриялы дәуірге өтуіне дайындалған өтпелі кезең болды. Индустриялық өркениеттің отаны деп 18 ғасырдағы Англияны санайды. 18 ғасырдың екінші жартысында өнеркәсіп салаларында алғашқы мәшинелер пайдаланыла бастады. Алайда экономика тұтастай алғанда индустрияланған жоқ. Өнертабыстардың рөлі өсті, бірақ өндірісті тұрақты жетілдіру қағидасы әлі жетекші ұстанымға айнала алмады.
Еске түсір, орта ғасырлар тарихында аграрлық қоғамның негізгі ерекшеліктері қандай еді? Жаңа дәуірде батыста өнеркәсіп төңкерісінің нәтижесінде капиталистік қатынастар алғаш рет пайда болып дами бастады. Феодалдық қатынастар шығыс елдерінде ұзақ уақыт бойы ыдырамай берік сақталып келді. Осыған себеп батыс елдерінің шығыс елдеріне жасаған отаршылдық саясаты еді. 17-18 ғасырларда Қытай, Жапония, Үндістан, Иран, Осман империясы сияқты мемлекеттер қоғамдық экономикалық дамудың әртүрлі кезеңдерінде тұрды. Дегенмен осы елдерде феодалдық қоғам қойнауында капиталистік қарым-қатынастардың алғышарттары пісіп жетілді. Шығыс өркениетінде ғылыми идеялар мен бағыттар қалыптасып, мәдениет дамыды. Отаршылдыққа қарсы алғашқы бас көтерулер пайда бола бастады. Ойлан, неліктен шығыс елдер жаңа заманда батыстан артта қалып қойды? Жаңа заман дүниежүзілік капиталистік жүйенің қалыптасқан және отар елдердің ұлт-азаттық күрестерімен сипатталатын кезең болды. Пікірталас, ұлт-азаттық қозғалыстар қандай себептерден туындайды деп ойлайсың? Мұнда кесте тұр, жаңа заман кезеңінің ерекшеліктері белгіленген екен. Мұнда сол жағында батыс елдері, оң жағында шығыс елдері. Алғаш рет буржуазиялық революция басталды. Шығыс елдерінде дәстүрлі шаруашылық ұзақ уақыт сақталып келді. Өнеркәсіп төңкерісі орын алды. Феодалдық қоғамның үстемдігі берік болды және ол шығыс халықтарын әлемдік дамудан артта қалдырды. Индустриалды қоғам пайда болды, капиталистік қатынастар қалыптасты. Бұл батыс елдерінде еуропалықтардың отаршылдық әрекеттері басталды. Отаршылдық саясат жүргізілді. Отаршыл мемлекеттер арасында ықпал аймақтарын бөлісу әрекеттер күшейді. Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күрестер туындады. Біліміңді тексер.